Жедел профилактикалық іс-шаралары қалай өтуде? Қанша автокөлік арнаулы тұраққа қойылды? Әкімшілік жауапкершілікке тартылған азаматтардың саны қанша? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Қоғамдық тәртіпті бұзған 3000-ға жуық азамат жауапкершілікке тартылды. Халық арасында құқық бұзушылықтың алдын алу, әкімшілік учаскені аралау, балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуын болдырмау мақсатында Атырауда 16 қыркүйек пен 1 қараша аралығында учаске жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шара барысында әкімшілік аумақта орналасқан тұрғын үйлер мен аулаларды аралап, тұрғындармен тығыз байланыс орнату бағытында 151.230 тұрғын үй аумағы тексерілді. Сондай-ақ мекен-жайларды аралау жұмыстарын жүргізу кезінде 103 заңсыз жалдамалы пәтер анықталды. Кәмелетке толмағандар мен оларға қатысты жасалатын құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында қоғамдағы тәртіпті бұзуға жол берген 249 жасөспірім анықталды. Белгіленген тұрғылықты жері жоқ 24 адам анықталып, қабылдау бөліміне орналастырылды. Сонымен қатар қоғамдық тәртіпті бұзған 2763 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кетейік, учаске жедел профилактикалық іс-шарасы 1 қарашаға дейін жалғасады. Заңсыз келуші іс-шарасы кезінде 420-ға жуық құқық бұзушылық анықталды. 14 мен 18 қазан аралығында республикалық заңсыз келуші жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. 4 күнде 414 дерек анықталған. Оның ішінде шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім өткеннен кейін Қазақстан Республикасынан кетпеген 160, азаматтығы жоқ адамның заңнамада белгіленген мерзім өткеннен кейін 10 тәуліктен асатын кезең ішінде кетуден жалтарғандар 103. Шетел азаматының жүзеге асыратын қызмет визада көрсетілген мақсаттарға сәйкес болмауынан көрінген. Жергілікті атқарушы орган өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілік сәйкестігі туралы анықтаманы немесе жұмысқа орналасуға рұқсатты алу еңбек қызметін жүзеге асыруға қажетті шарт болып табылатын жағдайда мұндай анықтаманы не рұқсаттарды алмастан Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асыруы 147. Шетелдіктің Қазақстан Республикасының халықтың көші-қон саласындағы заңнамасын бұзуы 4. Шетелдіктерді және азаматтығы жоқ адамдарды қабылдайтын жеке немесе заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының халықтың көші-қон саласындағы заңнамасын бұзуының 94 дерегі анықталды. Автобус жүргізушілерімен жасалған 11 автокөлік арнаулы тұраққа қойылды. Қоғамдық көліктегі оқыс оқиғалар мен құқыққа қарсы әрекеттердің жиілеуіне байланысты республика аумағында жергілікті атқарушы органдар мен көлік министрлігінің көлік комитетінің аумақтық бөлімшелерімен, жұртшылық өкілдерімен бірлесіп тасымалдаушы жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Бір күнде автобус жүргізушілерімен жасалған барлығы 103 құқық бұзушылық анықталып, 11 автокөлік арнаулы тұраққа қойылды. Оның ішінде Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңнамасын бұзу 7. Автомобиль көлігімен жолаушыларды және багаждарды тасымалдау қағидаларын бұзу 13. Тиісті рұқсатсыз қайта жабдықтау 4. Мемлекеттік немесе міндетті техникалық қарап тексеруден өтпеген 10. Басқару кезінде телефон, байланыс құралдарын пайдалану 6. Бекітілген рұқсат етілген жылдамдықты шамадан тыс асыру 34. Жолаушыларды және жүктерді тасымалдау, қауіпсіздік белгілерін немесе мотошлемдерді пайдалану жөніндегі талаптарды сақтамау 20. Маневрлеу ережелерін бұзу 4. Ал көлік құралын мас күйде басқарудың 1 дерегі анықталды.